Ондық бөлшектерді бөлгішін екі өтір жылжытамыз. Міне екі өтір жылжытамыз, міне екі өтір жылжытамыз. 2489 бүтін оннан екіні бөлемін 508-ге. Сол кезде бізде мына жерде 4-тен береміз. 8 4-ім 32, 2 түсіп 3 ойда, 4 нолым 0, 0-ға 3-ті көбейтемін 3, 5 4-ім 20 болады. Азайтамын. 9-дан 2-ні азайтамын 7, 8-ден 3-ті азайтамын 5, және 4-тен 0 азайтамын 4. Өтірге жеттік, өтірді қоямыз 2. Сонымен мына жерде 9-дан берем. 8 9-ым 72, 7 ойда 9 0-ым 0, 7, 9 5-ім 45. Сонда бізде мына жер 4 бүтін оннан 9 болады. Енді 33 бүтін оннан 6-ны көбейтемін 6 бүтін оннан 5-ке. 6 5-ім 30, 0 түсіп 3 ойда. 5 3-ім 15, 15-ке 3-ті қоссақ 18, 8 түсіп 1 ойда. 5 3-ім 15, 15-ке 1-ті қоссақ 16 болады. 1680 болады сол кезде. 6 6-ым 36, 6 түсіп 3 ойда. 6 3-ім 18, 6 3-ім 18, 18-ге 1-ті қоссақ 21, 1 түсіп 2 ойда. 6 3-ім 18, 20. Қосамын. 0, 8-ге 6-ны қоссам 14 1 ойда. 6-ға 1-ді қоссақ 7, 7-ге 1-ді қоссақ 8, мынау деген 1, мынау деген 2, 1, 2. Сонда 218 бүтін оннан 4 болады. 4 бүтін оннан 9-ға қосамыз. 218 бүтін оннан 4-ті. Аны жазбай қоям. 9-ға 4-ті қоссам 13 бір ойда. 8-ге 4-ті қоссақ 12 ойдағы мен 13 бір ойда. Мына 1-ге ойдағы 1-ді қоссам 2, мынау 2 түседі. Тең болады, теріс сан шығады. Мына жерде 230 көп, мынау аздау. 200, сонда ең соңында жаңағы 230-дан азайтамын. 223 бүтін оннан 3-ті. 10-нан 3-ті азайтамын 7, 9-дан 3-ті азайтамын 6. Мұнда мынау 3 бірін беріп тастаған 0 болады. Мынау 0 болады. Сонда бізде минус 6 бүтін оннан 7 деген жауап шығады. Жауабы минус 6 бүтін оннан 7. Бұндай есептерді бір тексеріп шыққандарың артық етпейді. Мысалы 4 бүтін оннан 9 болады, ол әдемі шықты. Және дұрыс, мен яқты шынымен 4-тен бердік, мұнда 9-дан бердік. Бәрі сәйкес келді, бөлінді. Көбейткенде 6 5-ім 30, 0 түсіп 3 ойда, 5 3-ім 15, 18 1 ойда, 15 ойдағы мен 16, 6 6-ым 36, 6 түсіп 3 ойда. Бұнда бізде дұрыс. Аяқтарда қостық. Дұрыс. Осы жауап болады.